Біріншіден, сіз ораза ұстаған жалғыз адам емессіз. Бұл оразаны сізге дейінде миллион адам ұстаған, және Алла қаласа сізден кейінде қаншама адам жалғастырады. Және олардың бәрі де бұл айды өте жақсы нәтижемен өткерді. Бірі нәпсісін тізгіндеді, өзгелермен қарым-қатынасын, мінезін түзеп алды. Енді бірі білім деңгейін жетілдіріп, рухани қуат аз қалды. Сонымен бірге ораза бір ай бойы аш жүру деген сөз емес. Бар болғаны сіз күндізгі ішетін тамақтарды енді түнде ішетін боласыз. Екіншіден, Алла тағала құдси хадисте адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған ораза мен үшін. Оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, ішімдіктен және жыныстық қатынастан тыйылады деді. Бұхари мен Мүслим